Саламатсыздар ма үйренушілер, кезекті сабағымызды бастаймыз. Яғни бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ол for операторы. Әдетте for операторымызға кез келген біз операторды өткенде ең алдымен оның маңыздылығы туралы тоқталатын болғанбыз. Сол қағидамен бүгін біз for'дың алдымен маңыздылығын айтатын боламыз. Бірақ сол маңыздылығын енді көп сөз емес, бір мысалмен, қарапайым мысалмен жеткізгіміз келіп тұр. Мысалға сол маңызды бастапқы мәселеде бұл жерде бүтін сандардан тұратын, мысалы ұзындығы 100 элементтен тұратын жиынға сәйкес бастапқы мәнін бірден 100-ге дейінгі сәйкестік мәндерді беріңіз. Яғни бірінші 0-ші элементке 1-ді, бірінші элементке 2-ні, екінші элементке 3-ті деген сияқты. Енді бұны біз берудің қазірге дейінгі үйренген екі түрлі тәсіліміз бар. Біріншісі былай сипаттауға болады. Әрбір элементті 100-ден 99-ға дейін жазып шығып, оларды әрбірінің бастапқы мәндерін меншіктеп отыруға. Немесе былай беруге де болады. Әрине екі жолға қарасаңыздар да біз үшін өте тиімсіз болмақ, себебі біз жай ғана мына 100-ге дейін жазып шығуға болатын шығар, бірақ егер 1000-ге дейін, 10.000-ға дейін болатын болса, бізге аса қиындық тудырады. Ондай жағдайда бүйтіп қарасаңыздар, ұқсас жұмыстар. Әдетте бастапқы мәнін берген кезде бір саннан артып отыру керек. Мысалға, басында 1-ді берсек, екінші рет 1-ді арттырып 2-ні береміз. Үшінші рет 1-ді арттырып 2-ге 3-ті береміз деген сияқты. Солай кетеді. Сондықтан ұқсас жұмыс болғаннан кейін біз бүгін for оператор арқылы бұл жұмысты жеңілдетіп шешетін боламыз. Яғни бұл мәселені цикл операторы, яғни for шешіп бере алады. Біз мұны нақты шешіп бере ме екен, мына жазған кодымыз шешіп бере ме екен, соны анықтайық. Мынаны көшіріп алсайын. Біз енді мына шешіп бермеген анықтау үшін нерге жаңағы мынаның астына шаруаны жазайық. Енді мен ары дей салайын, өйткені әдемі болады, аты ыңғайлы. 100 элементтен демек, 10 элементтен дей салайын, ыңғайсыз сияқты. 100 элементтен айттық қой, 100 элементтен алайық жарайды. 100 элементтен мен бастапқы мәнін беріп жүргенді ұмытамын, өйткені ол дұрыстау болады кішкене. Енді біз оны нақты көз жеткізу үшін нерге шығарайық. Кілттік сөздің ішінде бұл жиын, білесіздер, индексін шығарайын. Одан кейінгі бастапқы мәні ол жоқ. Кілттік сөзі бастапқы мәні. Біріншісі ол индексі, i плюс 1, өйткені 1-ден арттырып тұрсақ. Немесе индексің өзін бере салайын. Екіншісі ол индекстің мәні, ол сол бастапқы мәні берілген жиынның мәні. Енді көрейік. Біз жазып болдық, көрейік енді. Әрине астыға түсірмеген екенбіз, астыға түсірейік. Біз үшін әрекетсіз болады. Көрейік енді. Көрдіңіздер, біз мақсатымыз орындалды. 1-ден 100-ге дейін. Индекс 99-ға дейін барды, 0-ден 99-ға дейін барды. You get me. 99-ға дейін барды. Көрдік. Енді мынаны кішкене төмен түсіре салайын. Енді қараңыздар. Мен сайтқа қайтадан оралайын. Енді for операторы, ол for операторы не үшін қолданылды? For оператор дегенім сол ұқсас бір жұмысты, ұқсас бір мақсатта қолданылған ұқсас бір жұмысты неше рет қайталайтын жағдайда
for операторын қолданған өте тиімді болмақ, өйткені әр ретте сол жұмысты бірінің астына бірін жазып жүргеннен қарағанда бір циклдың ішіне алатын болсақ, онда ол бізге көрнекілігінен де жұмыс өнімділігінен де жоғары нәтижеге бере алады. Мысалға, ол қалай жазылу керек? Мысалы, мына жазылу формасы бірінші өрнек, екінші өрнек, үшінші өрнек. Ең алдымен мына жерде мысал келтіріп кетейін. Мынау бастапқы мәні, қаншаға дейін баратыны, мынау соның индексі, қанша арту көрсеткіші. Енді бірінші өрнекке қаратын болсақ, ол бастапқы мәні, ол тек бір-ақ рет болатын бастапқы мәні. Өйткені бір-ақ рет бастапқы мәні 0 болып беріледі, одан кейін ол өзгеріп өтпейді. Екіншісі шартты бөлігі, ол яғни шарт орындалғанша жұмыс жалғасады, ал шарт орындалмаған жағдайда жұмыс тоқтайды. Ал үшіншісі, ол циклдің арту көрсеткіші. Әретте қаншадан артып отырады? Біз жаңағы жағдайда бастапқы мәні әретте 1-ден артып отырады. Ал мынау ішіне сол жұмыс жасалатын жұмыстың денесі, яғни цикл денесі. Енді көрейік, осы айтқанымыз, мысалы, мынада бастапқы мәні ол 0, ол 100-ге дейін бару керек. 100-ден артса, жұмыс тоқтайды. Яғни 99-ға дейін. 100 болған кезде уже шарт орындалмайды. Ал өйткені біз 0-ден бастап тұрық қой. Ал мынада әретте 100-ден артып отырады. Сен бұлай жасаңыздар да болады. Әретте бастапқы мәнін берген кезде сол иінің индексіне 1-ді қосып беріп отырады. Мысалы, 0 болған кезде 1-ді деген сияқты. Ал сол оның астына сол қойған мәнімізді шығарып отырады индексімен және мәнімен. Бұл түсінікті деп ойлаймыз. Мынаны көз жеткізе салыңыздар. Бұл да ұқсас болады. Көтіре салайын. Анадағымен ұқсас болады. Енді қайтадан келейік. Енді бастапқы басқа да жазу формалары бар. Яғни қандай жазу формалары? Бірінші, ол x+3-ті бос қалдырып жазуға болады. Яғни үшінші өрнекте. Яғни арту шамасын бос қалдырып жазуға болады. Ол қателік демейді, бірақ бұлай жазылған кезде циклдің денесінің ішіне міндетті түрде жазып кету керек. Мысалға мынадай. Мысалға әретте 1-ден артады деп. Бұл нақты мысалда көретін болсаңыз да болады. Біз көрейік, сол мақсатты орындар ма екен. Мынаны көшіріп алайын. Жазып қойған болатын онымен. Мынандай комменттерге алсайын. Енді біздегі жиын емес қой. Мына жерде сипаттап көрейік. Енді көріп отырсақ, мына жерде арту көрсеткішін жазып кеттік. Яғни цикл денесінің ішіне жазып кеттік. Тура ол да осы ұқсас жұмыс атқарады. Біз оны көз жеткізу үшін мынаны жазайық, енді көрейік. Біз бір жерден қате кеттік. Яғни бұны арту көрсеткішінің алдына қойық. Енді көрейік. Көргендей, біз мақсатымыз орындалды. 100-ден 100-ге дейін бастапқы мәндерін беріп шықтық. Яғни циклдің ішінде жазып кетуге болады. Енді жазбаған жерде шексізге кетуі мүмкін. Енді мына жерде комменттерге алсайын, үшінші жағдайды көрейік. Оны ең алдымен сайтты ашып көрейік. Басқада жазу формасы 2, ол кезде экспресс 2-ні бос қалдырып жасауға болады, яғни шартты бөлікті. Бұл жерде бірақ шартты бөлікті бос қалдырғанымызбен, мына жерде жаңағы жазып кету керек біз. Мұндай жағдайда ол циклден шықсын деп. Брейк деген сөздің мағынасын білесіздер. Бұл аумақтан шығарады, мына аумақ цикл аумағынан шығарады деген сияқты мағынаны білдіреді. Мына жерде бұл мынада кодта түсінікті. Шығарғаннан кейін артып отырады.
Енді бұны да жазып қойғам. Мынаны көшіріп алайын. Иә. Бірақ бұл анығы бұда. Енді бұны көз жеткізу үшін бұлай көрсетейін. Солай ыңғайлы. Көз жеткізу керек қой. Бұл да мақсатқа жеттік. Бірден 100-ге дейін басқа мәндерін беріп шығып 99-ға дейін. Көрейік келесіде қандай жағдай болар. Бірақ шартты осылай беріп кете берген бір-екі туралы сонда тоқталатын боламыз. Енді басқа да жазу формасы 3. Бұл барлығын бос қалдырып жазуға болады. Бұл мысалға осындай for операторын шексіздікке жіберетін кезде қолдансаңыздар болады. Бұл енді сол жұмыста мысалға for операторын шексіздікке жіберген жағдайларда үнемі қолданылатын форма. Мысалы мына жерде бір hello деген текстті шексіздікке жібердік. Енді бұл ең алдымен кодта жазып көрейік. Бұны жазып қойғам. Мысалға мына жерге комментарийге алсаң алып қойдым. Енді бұны жұмыс жасатудан бұрын біз шарт қойсақ, бұл өткен шексіздікке кетеді. Мына жерде мен әдетте мән артып отыратындай етейін. Бізге басқару өте қиын болып кетеді. Мысалы id салайын. нөлден басталсын. Мысалы кіші 2000 ретте. Өткен шексізге деді ол біз. Яғни 2000-нан үлкен болған жағдайда онда сиклден шығаратындай етейік. 2000-нан үлкен болған жағдайда сиклден шығаратын етейік. Сиклден шығаратын етейік. Көрейік. Мақсатымыз орындалар ма? Мынаны бірінің астынан бірін түсірейік. Мынаны санасаңыздар, бұл 2000 рет жазады. 2000 рет жазады. Егер шексіздікке жіберуге де болады, бұны өздеріңіз сынап көріңіздер. Тек қана осылай жасаңыздар, шексіздікке кетеді. Сайтқа қайтадан оралайық. Брейк, оның қолданылуы ол сол циклдің аумағынан шығарып жібереді, яғни циклді шығарып жібереді деген сөз. Сол үшін қолданылады, оны білесіздер. Енді continue деген бар, ол не үшін қолданылады? Мысалға циклде келесі жұмыстан аттап өткіңіз келсе, яғни өтіп келесі циклға өту үшін continue қолданылады. Мысалға 1 мен 100 аралығындағы жұп сандарды шығару. Мен оның кодын жазып қойғам. Сода көрейік. Не әлде? Мынада керек. Бізге мынаны барлығын алсаң, түсініксіз болып кетті. Мысалы мына кодты түсіндіріп өтейін. Ең алдымен мысалы ол санап отырады да. Бұл жұмыстың қанша жұмыс орындалғанын санайды. Циклдың санын санайды да. Ал мына continue осы бүтін сандар болған кезде, бүтін сандар, яғни бұлдың нәтижесі 0 болған кезде, мынау бір өрнек қой. Мынау екі түрлі мән қабылдауы мүмкін. Мысалға 2-ке бөлген кезде біреусі 0 болады. Немесе 1 болады. Ал 0 болған кезде бұл орындалмайды.
яғни бұл жұп сандар деген сөз. Ал бір болған кезде бұл орындалады, тақ сандар деген сөз. Цикл. Бұл түсінікті. Артындағы жұмыстан аттап өтіп кетеді, яғни мына жақтан аттап өтіп кетеді деген сөз. Артындағы жұмыстар, осы ифтің артындағы жұмыстар осылар ғой. Ал мынау барлық жұмысты санаушы. Көрейік. Бізде цикл 1-ден 100-ге дейін. Мында артық формасы мынандай. Соны әртүрлі и плюс деп жазуға да болады. Көрдік. Бізде тақ сандардан жазды. 50 жазды. Бірақ әр элементті 100-ге дейін жазды, 100-ге дейін жазды. Мысалға, неден біз қарапайым ретінде көрсетуге де болады. Мысалға алайық. 2-ге тең болған кезде. Онда бұл жұмыс орындалады ғой. Немесе 12-ге тең болған кезде. Бұны 20-ге дейін жүргізген циклды. Сосын 12-ші элементтен атап өтсін, мысалы. Көрейік. Бүйтіп қарасақ, 12-ші элемент жоқ мына жерде. Бұл мысалы 11-ге дейін келеді. 11-ге 1 асып 12 болады. Мынедегі шарт орындалады. Шарт орындалады да, бірден мына астындағыны орындамай, қайта айланып, келесі циклға өтеді. Яғни и тең 13 болып кетеді. Астындағыларды орындамайды. Астындағы жұмыстардан мына аумақтан аттап өтіп кетеді. Continue сол үшін қолданылады. Бұл түсінікті. Міне мысалдар жазған екенбіз. Біріншісі жиындарды 16 жүйеде шығару. Мысалы, мына жиынды 16 жүйеде шығарыңыз дейді. Бұнда жазып қойғам. Көрейік. 16 жүйеде қандай шығару формасын білесіздер. Көрейік. Бізде мен дұрыс болды. Қане көрейік. Бірдің астына бірін түсірейік. Босты ашып. Ол таптың ролын атқарады болады. Босты ашып. 10 дегенімізді білесіздер. Ол А. 11 дегенді білесіздер. Ол 16 жүйеде Б. 12-ді білесіздер. С. 13-ді білесіздер. Д. Мақсатқа жеттік, қарапайым. Неде сипаттадық. Соны шығарып бердік. Енді 16 жүйедегі шығару және 16 жүйеде шығарыңыз және әр жолға тек 4 символдан келсін. Әр жолда 4 символдан жазып отырыңыз дейді. Көрейік. Бұл ең қарапайым. Мына кодты кішкене түсіндірейік. Бұда қатты қиын емес, өте қарапайым кодтар. Мен жазып қойдым. Әр ретте 4 символдан жазу керек. Алдымен не істейді? Біз алдымен кодты шығарып көрейік. Әр ретте 4 символдан жазып отырады. Әне бұл 4 символдан жазып, не үшін 4 символ деп ойлауларыңыз мүмкін. Менің мақсатым адрестерді бейнелеу үшін. Сол кезде қолдансаңыздар болады. Енді мына жерде не үшін бұлай істеледі? Ең алдымен мынау 4 символ, 1 символ шығады. И келеді. 2, 3, 4. Енді мысалы әрі 4 деген сөз, 4 символдан шығарып отырыңыз деген сөз, ол 4-ке қалдықсыз бөлінеді деген сөз ғой. Онда және сол қалдық 0 болған жағдайда ол мына жұмыс орындалады да астыға түсіріп жібереді. Яғни мына 4 болған кезде 4-ке 4-ті бөлгендегі қалдық 0 болғандық себепті астыға түсіп кетеді. Келесін мына жаңа жолдан бастап жазады. Мына түсіру операторын қолдандық. Солай мақсатқа жеттік. Бұл түсінікті. Немесе мына менерде аласың. Мына жаңағы элементтердің барлығының қосындысын табатын. Ол үшін мысалы сум деп жазайын, сәте.
қосындысы немесе мынандай типті қолданайын шорт деген. Енді бізге бір сумма керек. Сум тең оның бастапқы мәні 0 болсын. Енді осы сумманы қосып шығайық. Яғни әр элементтер қосып шығайық. Енді соңында не істейміз? Қосып шыққан сумманы шығарайық. Small болады и сум. Енді көрейік. 94 болады дейді. Мынау оннан қанша бар? Екеуі бар. 20. 22, 42, 42, 24 қосамыз. 60 не болып кетті уже. Мен яқтан жаңа калькулятор қолдана салайын. Сол ыңғайлы болады сияқты. Қателесіп кетпейік. Қиын болады. Мына 10-дық жүйеде ғой. Ең алдымен 10-нан қосамыз. 10 тең 20, 10 қосамыз 11. Яғни 22-ні қоса берейік. Мен мынаның формасын кішкене ыңғайлайыншы. Қарапайым. Бірінші ретте 20-ға қосамыз 22-ні. Оған қосамыз 22 болады. Оған қосамыз 24-ті. 66, оған қосамыз 13, оған қосамыз 15. 52 дейді. Біз қате қосып алған жоқпыз ба? Өзі. 20. Бізде шыққан нәтиже 94, 52 емес. Біз дұрыстап ретімен қосайық керекті. 10 қосамыз 11, қосамыз 12, қосамыз 13, қосамыз 15, қосамыз 12, қосамыз 10, қосамыз 11. Міне 94 шықты. Біз қате есептеген екенбіз. Слайд қайтадан оралайық. Слайдты аяқтаған екен. Кездескенше сау саламат болыңыздар. Сабақ аяқтады.